Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде 2 сыныптың математикасы 108 сабақты өтетін боламыз. 2 немесе 3 амалдан тұратын әріпті өрнектерді салыстыруды үйренеміз. Бірінші есепте теңдік тура болатындай етіп әріптің орнына сан қой дейді. Яғни бұл жерде бізге әріпті өрнек берілген, осы әріпті өрнекті санды өрнекке алмастыратын боламыз. Олай болса, бірінші есепке қарайық. А көбейту 3 қосу 4 көбейту 2 тең, яғни тең болуы қажет 3 көбейту 5-ке және қосылған 4 көбейту 2-ге. Бұл жердегі аның орнына біз 5 деген санды қоятын боламыз, көріп тұрғандарыңыздай. Енді осы жерде аның орнына 5 санын қойып қайта жазамыз. Сонда 5 көбейту 3 қосу 4 көбейту 2 тең болады 3 көбейту 5 қосу 4 көбейту 2-ге. Яғни бұл жердегі 3 пен 5-ті көбейтсек те 15, 5 пен 3-ті де көбейтсек 15, 4 2-ке көбейтсек 8 және 4-ті 2-ке көбейтетін болсақ 8. Сонда сандардың барлығы бірдей болған кезде осы есебіміз теңеседі екен. 4 көбейту жақша ашылған 6 азайту 1 және жақша сыртында бөлу 5. Келесі екінші жағындағы өрнегіміз 4 көбейту жақша ішінде 2 қосу с және бөлу 3. Бұл жерде біз ең алдымен біріншісінде, яғни 4-ті көбейтіп алдық және жақша ішін орындаған болатынбыз. 6-дан 1-ді алсақ 5, яғни 4 көбейту 5, оны бөлеміз 5-ке. Және екінші жағындағы өрнегі 4 көбейту жақша ішінде 2 қосу с және бөлу 3-ке деп алған болатынбыз. Яғни біз осы жолында біз бірінші өрнектің шешу жолын таптық. Ендігі кезекте, яғни 5-ті 5-ке бөлсек, бізде 1 болады. Сонда 4 көбейту 1 және тең деп алып, екінші бетіндегі өрнекті шешетін боламыз. Бұл жерде 4 көбейту 2 қосу с және көбейту 3 болады. Ендігі кезекте біз 4-ті 1-ге көбейтеміз және осы жердегі с-ны біз тең деп алдық 1-ге. Неге? Өйткені 3-тен 2-ні алатын болсақ, бізде 1 қалады. Сонда бізде 1 шығады екен осы жерде. Сол себепті біз 1 деп алған болатынбыз. Сонда 4 көбейту 1 тең 4 көбейту 2 қосу 1, сонда бөлу 3. Енді осы жерде есептейтін боламыз, теңестіретін боламыз. Бұл жерде 4-ті көбейтеміз. Жақша ішінде 6-дан 1-ді алатын болсақ 5, 5-ті 5-ке бөлсек 1 болады. 1-ді 4-ке көбейтсек 4. Енді екінші жағында 4 көбейту 2 қосу 1, 3 болады. Және 3-ті 3-ке бөлетін болсақ, бізде 1 шығады. 4-ті 1-ге көбейтетін болсақ, 4-тің өзі шығады да 2 жағы теңеседі екен. Екінші есеп салыстыр. Бұл жерде әріпті өрнек берілген және біз әріпті өрнектерімізді салыстыратын боламыз. А қосу 53 және қосу 6. А қосу 57 және қосу 6. Осы өрнегімізді бірінші салыстыратын боламыз. Бұл жерде А қосылған 53 және қосу 6, ол кішкентай болады. А қосу 53, 57 және қосу 6-дан. Өйткені мына жердегі 53-іміз біздің ол кішкентай 57-ден. Яғни 53-ке 6-ны қосатын болсақ, бізде 59 болады, ал 57-ге 6-ны қосатын болсақ, 63. Сол себепті 63 жағы үлкен болады екен. Келесі екіншісінде 14 бөлу 2 көбейту жақша ішінде А қосу 4 және екінші өрнегі 18 бөлу 2 көбейту 4 қосу А жақша ішінде. Бұл жерде бірінші өрнектерді орындап алатын боламыз. Яғни 14 2-ке бөлсек 7, 7 көбейту жақша ішінде А қосылған 4. Екінші жағында 18 2-ке бөлетін болсақ 9, 9 көбейту 4 қосу А. Сонда бізде 9 үлкен болады. 9 көбейту жақша ішінде 4 қосу А жағы үлкен болады екен. Келесінде 4 бөлу В және азайту 3. Бұл үлкен болады. 30 бөлу В және азайту 3-тен. Келесі 6 көбейту А бөлу жақша ішінде 12 азайту 8 және жақша сыртында. Келесі өрнегімізде 6 көбейту А бөлу 3
қосу 2 жақша ішінде. Бұл жерде де дәл бірінші өрнектегідей біз өрнектердің ішін орындап алатын боламыз. Яғни 6-ны көбейтеміз аға, 12-ден 8-ді алатын болсақ бөлу 4 болады. Келесінде 6 көбейту а және бөлу 5. Яғни 6 көбейту а бөлу 4 үлкен болады екен. Үшінші есеп салыстыр. А нұсқасына қарайтын болсақ, бізге әріпті өрнек берілген және әріпті өрнектің орнына қоятын сан беріліпті. 2 көбейту б қосу 2 және 2 көбейту 9. Мұндағы б-мыз 8-ге тең екен, олай болса біз бірден есептейтін боламыз. Осы жердегі б-ның орнына 8-ді қоямыз, сонда 2 көбейту 8 қосу 2. 2-ге 8-ді көбейтсек 16, 16-ға 2-ні қоссақ 18, және мына жердегі 2-ні 9-ға көбейтсек 18. 18 бен 18 тең болады екен. Бірден 18 тең 18 деп теңестіріп алған болатынбыз. Келесі ә нұсқасына қарайтын болсақ, 9 көбейту 4 және 9 көбейту к азайту 8. Бұл жердегі к әрпі 5-ке тең екен. Демек біз орнына 5-ті қойып жазамыз. Осы жерде 9-ды 4-ке көбейтсек 36-ға тең, және 9-ды 5-ке көбейтетін болсақ, бізде 45. 45-тен 8-ді алып тастаймыз, сонда бізде 37 болады. 37 үлкен болады 36-дан. Келесі б нұсқасында с бөлу 3 және азайту 1. с бөлу 4 қосу 2. Мұндағы с-мыз 12-ге тең екен. Бірден с-ның орнына 12-ні қойып есептейміз. 12 бөлу 3 азайту 1. Келесі с-ның орнына тағы 12-ні қоямыз, сонда 12 бөлу 4 қосу 2. Осы жердегі 12-ні 3-ке бөлсек 4 болады, және одан 1-ді алсақ 3 болады. Келесі 12-ні 4-ке бөлген кезімізде 3 болады, оған 2-ні қоссақ 5 болады. Демек 5 үлкен болады 3-тен. Төртінші есеп, берілген өрнектерден бір тура теңдік және бір тура теңсіздік құр. А нұсқасында а көбейту 4 және 12 бөлу 4 өрнектерінің қосындысы. Бұл жерде бірден а көбейту 4 және қосу 12 бөлу 4 деп алдық, және аны 4-ке көбейтіп, оған 3-ті қосқан болатынбыз. Бұл 3 қайдан шықты дейтін болсаңыздар, яғни мына жерде 12-ні 4-ке бөлген кезімізде бізде 3 болады. Келесі ә нұсқасында ә нұсқамызда 5 қосу 4 және 6 бөлу а өрнектерінің көбейтіндісі дейді. Яғни біз 5-ке жақша ішінде қосып алдық 4-ті және оны көбейттік. Жақша ішінде 6-ны бөлдік аға. Сонда 5-ке 4-ті қосатын болсақ 9 көбейту 6 көбейту а болып осы күйінде қала береді екен. Келесі б нұсқасына қарайтын болсақ, 4 көбейту а және 12 бөлу 4 өрнектерінің қосындысы. Бұл жерде 4-ті аға көбейтеміз және оған қосамыз. 12-ні 4-ке бөлетін болсақ, бізде 3 шығады. Сонда 4 көбейту а қосу 3 болып қалады екен. Келесі в-сында 3 көбейту 4 және а қосу 10 өрнектерінің бөліндісі. Бұл жерде жақша ішінде 3 көбейту 4 және бөлу, жақша ішінде а қосу 10 деп алып, бірден 3-ті 4-ке көбейткен кезде 12, 12-ні бөлеміз аға және қосамыз 10-ға. Г нұсқасында 4 қосу 5 және 5 бөлу а өрнектерінің көбейтіндісі. Бірінші 4-ке 5-ті қосып аламыз жақша ішінде және көбейтеміз, 5-ті бөлеміз аға. Сонда 4-ке 5-ті қосатын болсақ 9, жақша ішінде 5-ті бөлеміз аға. Г нұсқасында 4 көбейту 5 және 10 қосу а өрнектерінің бөліндісі. Бұл жерде 4-ті 5-ке көбейтеміз және бөлеміз 10 қосу а жақша ішінде. Сонда 4-ті 5-ке көбейтсек, бізде 20, 20 бөлу жақша ішіндегі 10 қосу а болып қалады. Бізге бұл жерде және берілгенде бір тура теңдік және бір тура теңсіздік құр деген екен. Олай болса, бізде а көбейту 4 деп алдық және қосамыз 3-ті. Бұл бізде тең болады. А 4 көбейту а және қосу 3. Бұл тура теңдік деп алдым мен. Енді екіншісінде тура теңсіздік құратын боламыз. Бұл жерде 9 көбейту жақша ішінде 6 бөлу а және 9 көбейту 5 бөлу а жақша ішінде осылай алған болатым. Сонда
тура емес теңсіздік шығады екен. Бесінші есеп өрнектердегі әріптің мәнін тап. Яғни бұл жерде әріпті өрнек берілген және біз осы әріпті өрнекті табу үшін бұл жерде біз күрделі теңдеу құрастыратын боламыз. 6 көбейту 4 және тең 6 көбейту x қосу 12 бөлу 2 деп алған болатынбыз. Бұл жерде ең алдымен 6-ны 4-ке көбейтсек 24 тең болады 6 көбейту x және 12-ні 2-ке бөлетін болсақ 6 деп жазып қойдық. Келесінде біз мынау тұрған 24-тен осы 6-ны азайтатын боламыз. Ол үшін 6 көбейту x тең 24 азайту 6 деп алдық. Сонда 6 көбейту x тең болады 18-ге. 24-тен 6-ны алсақ 18. Енді біз x-ті табуымыз керек. Сол үшін x тең деп 18-ді 6-ға бөлеміз. Сонда x тең болады 3-ке. Енді біз тексереміз. 6-ны 4-ке көбейтетін болсақ, тең болады. 6-ны 3-ке көбейтетін болсақ, бізде 18, 12-ні 2-ке бөлетін болсақ, бізде 6. 18-ге 6-ны қоссақ 24 және 6-ны 4-ке көбейтсек де 24 шығады. Келесі өрнегімізде 7 көбейту 3 тең x, 7 көбейту x және азайту 14 бөлу 2. Бұл жерде 7-ні 3-ке көбейтсек, бізде 21 және тең болады 7 көбейту x азайту 7. Бұл 7 қайдан шықты дейтін болсаңыздар, 14 2-ке бөлген кезімізде бізде осы жерде 7 шығады. Келесі 7 көбейту x тең 21-ге 7-ні қосамыз. Сонда 7 көбейту x тең болады 28-ге. 21-ге 7-ні қоссақ 28. x тең 28 бөлу 7, x тең болады 4-ке. Осы есепті тексеретін боламыз. Ол үшін 7-ні 3-ке көбейтетін болсақ 21, 7-ні 4-ке көбейтетін болсақ 28 және 14-ті 2-ке бөлетін болсақ 7. Мына жердегі 28-ден 7-ні азайтатын болсақ 21. Яғни екеуі теңеседі. Келесінде 5 көбейту a тең 5 көбейту 2 қосу 5 көбейту 3. Бұл жерде ең алдымен 5 көбейту a деп жазып алып, 5-ті 2-ке көбейтеміз 10 болады және 5-ті 3-ке көбейтетін боламыз 15. 10-ға 15-ті қосатын болсақ, 5 көбейту a тең 25 болады. Енді a-ны табу үшін 25-ті 5-ке бөлдік. Сонда a тең болды 5-ке. Енді орнына қойып тексереміз. 5-ті 5-ке көбейтсек 25, 5-ті 2-ке көбейтсек 10, 3-ті 5-ке көбейтсек 15, сонда 15-ке 10-ды қосатын болсақ 25. Келесінде 8 көбейту a тең 8 көбейту 5 және азайту 8 көбейту 3. 8 көбейту a деп алып, 8-ді 5-ке көбейтсек 40, 3-ті 8-ге көбейтсек 24, 40-тан 24-ті аламыз. Сонда 8 көбейту a тең болады 16-ға. a тең 16 бөлу 8-ге. Сонда a-мыз тең болады 2-ге. Яғни мұндағы a-мыз 2-ге тең екен. Олай болса орнына қойып тексереміз. 8-ді 2-ке көбейтетін болсақ 16 және 8-ді 5-ке көбейтсек 40. 8-ді 3-ке көбейтетін болсақ 24, 40-тан 24-ті алатын болсақ 16-ға тең болады. 6-шы есеп, есептің шешуін әріпті өрнек түрінде жаз. Әсет әрқайсысы а теңге тұратын 3 кітап сатып алды. Әсет сатып алған кітаптары үшін неше теңге төледі? Яғни, Әсет бұл жерде белгісіз теңге тұратын 3 кітап сатып алады. Енді Әсет сатып алған кітаптар үшін неше теңге төлегенін табуымыз қажет. Бұл жерде бірден есептің шартын құрып аламыз. Әрқайсысы а теңге тұрады, сатып алды 3 кітап, төлеген ақшасы, яғни құны белгісіз. Яғни біз бұл жерде әріп өрнек болғандықтан шешуін ғана табамыз. А-ны 3-ке көбейтеміз, сонда а көбейту 3 болып қалады. Келесі бізде 7-ші есеп салыстыр. 4 көбейту b бөлу. Жақша ішінде 4 қосу 1 және b көбейту 4 бөлу. Жақша ішінде 3 қосу 1 өрнектерін салыстыратын боламыз. Бұл жерде біз осылай алдық. Яғни 4-ке 1-ді қосатын болсақ бізде 5 болады. Екінші жағындағы өрнекте біз 3-ке 1-ді қосатын болсақ 4 болады. Сонда бізде 4 көбейту b бөлу 5 және b көбейту 4 және бөлу 4 өрнегі үлкен болады екен. Яғни 4 көбейту b және бөлу 5-тен үлкен болады b көбейту 4 және бөлу 4 өрнегі. Келесінде жақша ішінде 42 азайту 26 бөлу b көбейту 4 және екінші өрнегіміз жақша ішінде 42 азайту 26 және жақша сыртында бөлу b
көбейту 5. Бұл жерде ең алдымен жақшаның ішін орындап аламыз. Сонда 42-ден 26-ны алатын болсақ, бізде 16 бөлу b көбейту 4. Және 16 бөлу b көбейту 5. Яғни 16 бөлу b көбейту 5 өрнегі үлкен болады екен. Бізде 8-ші есеп. Ойлан тап. Аулада 3 метрлік 20 бөрене бар еді. 1 метрден кесіп отын дайындау үшін олардың барлығын неше рет кесу қажет. Бұл жерде ең алдымен біз ұзындығы 3 метр бөренені бөліп алуымыз қажет. Яғни бізде суретте көрсетілген оның ұзындығы 3 метр. Оны біз бөлуіміз қажет. 3 метр болса, әр қайсын 1 метрден бөлетін боламыз. Сол кезде біз 2 рет бөледі екенбіз. Осы 3 метрлік бөренені біз 2 рет бөлетін болсақ, демек біз 2-ні көбейтеміз 20-ға, сонда 40 болады. Жауабы 40 рет кеседі екенбіз. Яғни 20 метрлік бөренені біз 40 рет кесуіміз қажет болады екен. 9-ші есеп. Өрнектердің мәніне сәйкес әріптерді кестеге жазсаң, Қазақстанның қызыл кітабына енген өсімдікті білетін боласың дейді. 2 көбейту 3 және көбейту 6. Бұл жерде біз бұны өрнек түрінде шығарған болатынбыз. Сонда 3-ті 6-ға көбейтсек бізде 18 және 2-ні қосатын болсақ 20. 20 саны бұл жерде бізде и болады екен. Яғни 20-ға и деп жазып қоямыз. Келесінде 5-ті 4-ке көбейтеміз және азайтамыз 12-ні. 5-ті 4-ке көбейтсек бізде 20, 20-дан 12-ні алатын болсақ 8. Яғни бұл жердегі 8 санының орнына астына біз б әрпін жазамыз. Келесі 12 бөлу 3 қосу 21. 12-ні 3-ке бөлетін болсақ 4, 4-ке 21-ді қоссақ бізде 25 шығады. 25 санының астына бізде е әрпі келіп түседі. Келесі өрнегімізде 28 бөлу 4 көбейту 2. Яғни біз бірінші бұл жерде 28 4-ке бөлеміз, сонда бізде 7 шығады. 7-ні 2-ке көбейтсек 14. Мұндағы 14 санының астына к әрпі түседі екен. Келесі 3-ті 3-ке көбейтеміз және қосамыз 18-ді. 3-ке 3-ті көбейтсек бізде 9, 9-ға 18 қоссақ 27. Мұндағы 27 астына әрпі түседі. Соңғы өрнегіміз 20-ны бөлеміз 4-ке және қосамыз 31-ді. 20-ны 4-ке бөлетін болсақ бізде 5, 5-ке 31-ді қоссақ 36. 36 санының астына бізде ш әрпі түседі. Сонда жауабы бәйшешек деген сөз шығады. Яғни қызыл кітапқа енген өсімдіктердің бірі ол бәйшешек болады екен. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге сабақ ұнады деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.